Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық. Ерте тұрған еркектің ырысы артық деген мақалдың мағынасы біз ойлағаннан да терең болса керек. Соңғы минутқа дейін төсектен тұрып кетуді кейінге ысыра берсеңіз, онда былай деп ойлап көріңіз. Төсектен тұрғыңыз келмеуі, өмір сүруге қарсылық көрсеткеніңіз. Оятқыштың қайталауын басқан сайын бүгінгінің басталуына наразылық танытқаныңыз, арман еткен өміріңізді жасауға қарсы болғаныңыз. Егер әр күніңізді қарсылықтан бастасаңыз, айналаңызда қандай кіріптарлық барын анықтап зерделеңізші. Оятқыштың дыбысына «О жоқ, тұратын уақыт болыпты ғой, ояну керек, бірақ тұрғым келмейді, тұрмай-ақ қояйыншы» десеңіз, мұныңыз шындығында өз өміріммен өмір сүргім келмейді, толыққанды ғұмыр кешуді қаламаймын дегенді білдірері сөзсіз. Күйзеліске ұрынған адамдардың көбі таңғы мезгіл ең ауыр уақыт екенін мойындайды. Үреймен оянады. Неге десеңіз, кейде жек көретін жұмысы үшін, кейде ынтымағы жоқ қарым-қатынасы үшін. Кейбір адам айтарлықтай себебі болмаса да өзін таңертең жайсыз сезінеді. Мұның бәрі күйзелістің кесірі. Күйзеліс адамның психикасы мен санасына қатты әсер ететіні белгілі емес пе? Ал таңғы уақыттағы көңіл күй күнінің қалай өтетінін әсер етеді. Жүрекелеп бұл тұйық шеңберге айналады. Уайым қайғымен оянған адам күні бойы сол уайымның әсерінен арыла алмай жүреді. Ұйықтар кезде алаңдаумен, күйзеліспен жатар болса, меланхолия үздіксіз жалғасып, үсті-үстіне қайталана береді. Мұндай кезде адам тұнық ой мен қуаттан, құлшыныс пен ішкі күштен айырылады. Ал мұның барлығы күн сайын нақты бір мақсатқа арнай берілетін жан байлығы. Оянуға қарсылық таныту, күн сайын ғаламшарға тұрмасам екен, өзім қалаған өмірді жасамасам екен, төсекте жата бергім келеді, ештеңені сезгім келмейді деген белгі береді. Егер таңертең қуанышпен оянсаңыз, бүгінгі мақсатыңыз айқын болса, онда міндетті түрде арман еткен өмір сүргісі келетін жолы болғыш жандардың қатарына қосыласыз. Ең бастысы, осы әрекетіңіз сізді бақытты ете түседі. Таңғы ояну тәртібіңізді өзгерумен бүкіл өміріңізді өзгертесіз. Менің сөзіме сеніңіз деп мәжбүрлемеймін, бірақ ерте тұрып, өмірде көптеген жетістікке жеткен Опра Уинфри, Тони Роббинс, Билл Гейтс, Говард Шулц, Уэйн Дейер, Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин, Альберт Эйнштейн, Аристотель сынды және көптеген басқа жандарға сеніңіз деймін. Бәрінің атын атау мүмкін емес. Ешкім ешқашан бізге таңертең өмірге құлшыныспен тұру керек деп үйретпеген. Шын ниетпен оянған адам өмірін күрт өзгерте алады. Егер сіз күн сайын жұмысқа кешікпесем, сабақтан қалмасам, сізге мұқтаж туыстарыңыз бен жақындарыңызға көмектесуге кешікпесем болды деп, соңғы минутқа дейін төсекте жата беретін болсаңыз, ал үйге келген соң ұйықтар уақыт таяғанша тек теледидар алдында отырсаңыз, мен де солай етуші едім. Онда сізге сұрағым бар. Өзіңіз қалаған, арман еткен, лайықты денсаулық, бақыт, махаббат, байлық, жетістік, еркіндік деңгейіне жететін адамды өз бойыңыздан қалай, қашан тәрбиелемекпіз? Өмірді ойламау үшін жаттанды қимылдарды ойсыз қайталай бермей, шын мәнінде алауыңыздағы өмірді қашан сүресіз? Егер сізді фәни дүниеңіз
өзіңіз арман еткендей болуы мүмкін десем, сенер ме едіңіз? Өміріңізді өзгерту үшін бүгіннен артық күн тумас. Өзіңізді ескі қалпыңыздан бас тартып, арманыңыздағы бейнеңізге айналуды бастаңыз. Сол адамға қалай айналуды қазір тыңдап отырған кітаптан артық үйрететін кітап жоқ. Дереккөз «Таң шапағаты» кітабынан алынды.